Барлықтарыңызға сәлем. Бұл менің ютубтағы алғашқы видеом. Бастаймын деп жүріп ұзақ жүріп қалдым. Осы ютубтағы өзінің опыты бар адамдарды тыңдасам, барлығы ең бірінші нәрсе ютубта видео түсіруді бастау депті да. Сол себепті осы нәрсені бастайын деп шештім. Сапасы онша емес болуы мүмкін. Сол себепті айып етпеңіздер, мен оны айфонға түсіріп жатырмын. Егер де мен осы тәжірибе жинап, өзіме ұнағандығын түсініп, өзім кішкене бір төселіп алғаннан кейін, бәлкім мен басқа бір экшн камера алып, сол камераға түсіремін. Бізде қазір 27 мамыр. Біз карантиннен шығып жатырмыз, мен Алматы уже тірілді. Қазір сағат таңғы 10, біз 6:30-да тұрып алғанбыз. Біз деген ол менің қызым. Далаға шығайын деп жатырған кезде қызым ұйықтап қалды. Енді ұйықтап алсын дедім. Мен өзім жұмысымды реттеп, жұмысымды бітіріп, сосын екеуміз таңға асқа кетеміз. Неге екеуміз? Себебі жігітімге ораза, Шәуәл айының оразасын ұстап жатыр. Айтпақшы, ораза айттарыңыз қабыл болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айы аяқталды өкінішке орай. Сол, тағы да өйстіп бөлісіп отырам. Менің бір күндік өмірімді көресіздер. Кеттік. Қызым ұйықтап жатыр. Мен болса жұмысымды жасап жатырмын. Жұмысым менің интернетпен чисто. Жұмысымды тез жасаймын да, қазір сыртқа шығамыз. Біз киініп алдық, қызым оянды. Қызым анау шапкасын кигізіп қойдым. Енді кеттік. Негізі қызым бүгін көп ұйықтап қойды. Ерте шығу керек едік, бірақ жарайды дедік. Әкеш бетті, сені мен өткен әр кеш мені тепті, еркелеткім келе береді әлпеш деп бір, бұлай болу. Кәдімде тоқ болып. Атакен жаққа келдік. Қызым қасымда. Менің Алматыдағы ең сүйікті жерлерім. Үйімізге жақын жерде, оның үстіне. Осы жаққа келіп, қызыммен қыдырып жүрем. Мен жақсы көретін тәттілер, мен жақсы көретін тамақтардың бәрі осы жерден шықпаймын. Қазір білмей тұрмын, қайда баратынымды, бірақ қарным қатты ашып тұр. Түскі ас болды ғой, түскі ас қабылдайтын уақыт болыпты ғой уже. Сол үшін білмеймін қазір. Мына жерде Korean House ашық болса, сол жаққа баратын шығармын. Осы жердің рамионы өте дәмді, сол үшін осы жаққа келе жатырмыз. Коляскамен енді қиындау. Korean House'ға келдім. Токпокимен. Өте дәмді. Осы жердің токпоки в меру ащы. И грибной рамен заказ бердім. Барлығы 2190 теңгеге шықты. И міндетті түрде маска болу керек. Маскасыз кіргізбейді. Тіпті ресторанға. Қызық. Да, я же тебе подумала. Я звонила, Тинке говорила.
ас болсын. Қызым ғой. Қызыма ойыншығын беріп қояйын, андай. Щеткасы бар, тіс тазалайтын. Бұндай. Ма, қызым? Ма. Ой, молодец. Ал енді ас болсын, мына жерде бір тазик мынандай рамион. Мынандай токбоки ас болсын. Өте дәмді. Тамақ жеп жатқан адамдар болса, ас болсын сіздерге. Бүгін мен Инстаграмда опрос жасаған болатынмын. Менің YouTube каналымнан не туралы оқығыларыңыз келеді, не туралы видео түсіргенімді қалайсыздар деп, YouTube'да деген ғой. Сол тақырыпшаларды мен жазып алған болатын. Ең бірінші орында саморазвитие в декрете деп жазып қойыппын. Себебі көп адам маған осы туралы жазыпты, декретте отырып, қандай кітаптар оқысам болады, не істесем болады, бизнес қалай бастасам болады деген сияқты сұрақтар қойған екен. Мен енді өзім айта алмас едім, керемет саморазвитый, самодостаточный, самооценкам жоғары адаммын деп олай емес. Мен де барынша тырысам да, өзімнің идеалыма, енді идеальный адам болмайды, бірақ өзімдік бір бейнем бар да, мен өмірім қандай болу керек, мен қандай болу керекпін өз өмірімде, өзімді қалай сезіну керекпін деген сияқты мен өзімнің бір ойлаған нәрселерім бар да, соған сол талаптарға сәйкес болғым келеді, сол үшін тырысамын. Ал осындай бір маған кеңес айтыңызшы деген сияқты нәрселерді жазады маған, көп емес әрине, бірақ жазады. Сол кезде мен өзім ойланамын да, ал мен қаншалықты өзім соған сәйкеспін деп. Бірақ енді жолдасым да барлығы да маған поддержка беріп жатыр ғой, давай сен қолыңнан келеді деп, айта бер, сен жақсы түсіндіресің деп, сол себепті бөлісейін деп шештім. Өзімнің лайфхактарымен бөлісемін. Екінші орында маған декретте үйде отырып жұмыс істеу дейді, андай бір рекламный мәтіндер сияқты болып кетті ғой. Үйде отырып ақша тап, декреттегі анасың ба, бірдеңе деген сияқты болып кетті ғой. Негізінен декретте үйде отырған аналар үшін қазір мүмкіндіктер өте көп қой. Қолыңда телефон болса, интернетің болса, болды да. Біраз нәрсе жасауға болады, біраз ақша табуға болады. Мысалға, осы айда мен өзіме бір ақшалай мақсат қойдым, сол мақсатыма жеттім, сол ақшаны таптым. Ал мысалға өзім үйдемін, күйеуім бар, балам бар деген сияқты. Сол себепті ол қазіргі заманда барлығы мүмкін. Отбасы туралы жаз депті, түсір депті, түсірермін, білмеймін, көремін, күйеуім қалай екен. Ержан, егер давай түсірейік, мен де сенің видеоңа қатысайын десе, онда міндетті түрде түсірем. Влогтарды түсір депті, влогтарды түсірем бұйырса, мотивация, табиғат. Мен өзім негізі табиғатты қатты жақсы көретін адаммын. Табиғаттан шабыттанам, табиғатты сүйем. Алматының біраз жерлерін көрдім, көрмеген жерлерім де бар. Бұйырса, сол көрмеген жерлеріне сіздермен бірге барамын деген сенімдемін. Одан кейін самооценка туралы дейді. Енді мен самооценкам бір сондай керемет күшті деп айта алмаймын. Себебі мен өзімнің кемшіліктерімді білемін, мойындай аламын өзімнің кемшіліктерімді. Және де сол кемшіліктермен жұмыс жасауға тырысамын, самооценкамен де жұмыс жасауға тырысамын. Себебі менің самооценкам жоғары емес, мен ойымша менің самооценкам адекватный. Сосын өмірдегі оқиғалардан түйгенім дейді. Бір қыз жазыпты, өмірде сан түрлі оқиғаларға жолығамыз ғой. Сондай бір проблемалық ситуацияларда қалай шықтыңыз, одан кейін қандай нәрселер түйдіңіз деген сияқты бір оқиғаларыңызды айтып берсеңіз деді. Жарайды, ол да олар. Сосын сауда туралы дейді. Енді менің оқырмандарым көбісі біледі, мен саудамен айналысатынымды, ал Атырауда дүкенім бар екендігін. Оған дейін де мен осымен ойлап қарасам, бір 5 жылдай сауданың айналасында жүріппін да. Оған дейін мен дүкеніме дейін мен өзге бір адамдардың бизнестерін жүргіздім, саудаларын көтердім. Оның барлығы опыт қой, сол опытты жинап, өзім білім жинап, өзімнің дүкенімді аштым. Сөйтіп қазір мен саудамен айналысамын. Негізі сауда деген сауда сүннет қой, негізі Пайғамбар саллаллаху өзі саудамен айналысқан. Саудада береке бар деп айтады. Сол себепті
жарайды, сауда туралы да айтармын. Магазин туралы дейді. Енді жаңағы саудадан келіп туады. Магазин туралы міндетті түрде жазамын, айтамын. Менің білмеймін, өте қатты жақсы көремін өзімдікін. Бұрында мен айтатын едім, сауда деген менікі емес деп айтатын. Мен сата алмаймын адамдарға. Мен мынаны алшы деп айта алмаймын деген сияқты нәрселерді айтатын. Алайда осы бір жыл болғалды өзім саудамен айналысып жүргеніме. Бір жыл емес, негізі одан да көп қой. Осы магазинді ашқаныма бір жылдай болды да. Сол кезде енді мен түсіндім, что сауда менікі. Негізі мен ойлаймын, қазіргі заманда ешкім айтпау керек сауда менікі емес деп. Себебі сіз тіпті жұмысқа кірсеңіз де сіз өзіңізді сатасыз ғой, мысалға. Самооценкадан келіп туады. Біреулер мысалы жұмысқа орналасуға барады. Сіз қандай жұмыс беруші сұрайды, сіз қандай жалақы алғыңыз келеді десе, білмеймін деп ұялып, бүйтіп, кәдімгі бір нәрсені шықылап, тек астына кіріп кете жаздайды ғой. Ал негізінде бүйтіп адекватно отырып, мысалға, мен қызметім үшін 300 000 теңге қалаймын. Мен мынандай нәрселер жасай аламын. Деген сияқты өз-өзіне сенімді болу керек та адам деген. Ол да өз-өзіңізді сату болып саналады. Көп сөйлеп кеткен сияқтымын. Сол осындай тақырыптарды әзірге түсіремін. Егер де тағы да менен басқа нәрселерді күтетін болсаңыздар, жазыңыздар, міндетті түрде түсіруге тырысамын. Сол, назарларыңызға көп рахмет. Біз тамақтанып болдық. Спасибо большое. Спасибо, рахмет. Тамақтанып болдық. Енді шықтық. Қазір матрас алуға барам, коляскаға. Орамалым неге осындай жаман болып кете береді? Сол, матрас алуға кетіп бара жатырмыз. Қызымды ұйықтатып тастасам жақсы болатын еді. Мына жерден мындай күшті киімдер дүкені ашылыпты. Бұрын бұл жерде Гаисина болатын. Гаисинаны іздеп келсем, Казподиум болып кетіпті. Мына жерде маған қатты ұнаған мындай киім бар екен. Қараңыздаршы, күшті, ғашық болып тұрмын мынаған. Бірақ енді оны мен өкінішке орай кие алмаймын. Мына жерде мынандай күшті көйлек бар. Күшті, Мына жерде мен бармын. Және менің қызым. Маскасыз жүргізбейді. Сосын мына жерден мынандай костюм ұнады. Костюм бағасын көріп жіберейік. 25-15. Нормально, мынандай костюм үшін. Производство Турция дейді. Керемет екен, Мына маған ұнаған көйлек. Бірақ просвечивать етеді екен. Және де мынау қатты ұнады. Әдемі, Сыртынан органзамен тігілген, ішінде мынандай майкамен килоты. И мына рубашка қатты ұнады. Интересно, да, басқаша? Мынаны енді кие аламын. Юбка да күшті екен. В общем, қыздар, Атакентте Казподиум. Атакентте бәрі строго. Маскамен лифтке 2 адамнан артық кіруге болмайды. Маған детский мир керек. Мына бәрі жабықтыр ма не? Детский мирға кірейік, керегімді іздейін. Мен негізі коляскаға матрас іздегем, бірақ жоқ секілді. Мінекей осындай, Мінекей осындай матрас алдым. Астынандай, алдымнандай, ыстықтатпайды деп сөйтіп алдым. Бұл универсальный. Да, Менің Ая деген мысықым. Красотка ма? Осы матрасымыз. Мен уже үйге келдім. Үйдің шаруаларын шаруалап, енді влогымды до конца дұрыс түсірген жоқпын. Бүгінгі күн әлі мысалға біткен жоқ. Бірақ та осы жетеді деп шештім. Қандай да бір ұсыныстарыңыз, былай түсір деген сияқты бір ойларыңыз болатын болса, міндетті түрде маған жазып қалдырыңыздар. Каналыма жазылып, лайк басып қойыңыздар, мен риза болып қалам. Көп рахмет. Бай.